Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай дәмі тіл үйретін чак-чак тәттілерін дайындайтын боламыз. Егер сіздер де мен секілді тәттіні жақсы көретін болсаңыздар, міндетті түрде жасап көріңіздер. Шаймен ішкенге таптырмас варианттардың бірі. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқаға жарты шай қасық ас содасын саламыз. Және бір шымшым тұз саламыз. Бенчикпен араластырып аламыз. Енді үстіне ұнымызды біртіндеп сала отырып, қамыр илеуіміз қажет. Басында мен осылай бенчикпен араластырып аламын. Қамырым кішкене қоюланғанда енді қолмен илейміз. Жұмсақ қамыр илеудің қажеті жоқ, біздің қамырымыз кішкене қаттылау болғаны дұрыс. Міне, қамырымыз дайын, енді 20 минутқа бетін жауып қалдырамыз. Менде 20 минут өтті, енді қамырымды жаямын. Барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Қаншалықты жұқа жайсаңыздар, соншалықты жақсы. Өйткені біз қамырды майға салғанда қамырымыз ісінеді. Қалың болып кетпеу үшін осылай қағаз секілді жұқа етіп жайып алыңыздар. Енді 5 см көлемінде осылай кесіп шығамыз. Әрбір кесілген қамырымызды осылай тағы да жұқа етіп кесіп аламыз. Барынша жіңішке етіп кесіңіздер, сонда чак-чактарымыз әп-әдемі болып піседі. Міне, кесіп алдық, енді кішкене бұны қатырамыз, кептіреміз. Қызып тұрған майға салуымыз қажет. Барынша қатты қызып тұрған майға салыңыздар. Міне, осылай қамырды сала салысымен дереу ісініп шығады. Үнемі араластырып отырып, 1 минут көлемінде пісіріп аламыз. Кішкене сарғайғанда дереу оттан алуымыз қажет. Әйтпесе, күйіп кетуі мүмкін. Қамырымыз тез піседі біздің. Міне, осындай түске келгенде аламыз. Осылай барлығын пісіріп аламыз. Міне, дайын болды. Енді сиропқа кірісеміз. Сиропқа шекерді, және балды, және суды үшеуін араластырып отта қайнатып алуымыз қажет. Дайын болған қамырымызды аламыз. Енді үстіне ыстықтай сиропты құямыз. Ыстықтай құйыңыздар дереу. Осылай барлық сиропымызды құйып, кішкене араластырамыз. Ұзақ араластырудың қажеті жоқ, кішкене жеңіл араластырамыз. Біздің чак-чактарымыз сынып кетпеуі қажет. Енді өздеріңізге ыңғайлы формаға салыңыздар. Мен осындай противенге саламын. Астына пищевой пленка төсеп алдым мен. Өздеріңіз қалаған формада жасасаңыздар болады. Тіптен формаға салмай-ақ осы күйінше тарелкеге салып, дастарханға қоя берсеңіздер де болады. Мен осылай формаға салып аламын. Тағы да айта кететін жайт, бұл жерде сіздер арасына жаңғақ қосып жіберсеңіздер де болады. Жаңғақ, мүйіз, кез келген сухофрукты қосып араластырсаңыздар болады. Сироппен бірге араластырып, осылай қойып қойсаңыздар да болады. Енді үстін қасықпен басып шығамыз. Кішкене қаттырақ баса беріңіздер, осылай чак-чактарымыз біздің үгітіліп кетпеу үшін.
Міне, енді біздің сиропымыз суығанға дейін қойып қоюымыз қажет. Сиропымыз суыды. Оған бір ары кетсе 10-15 минут қана уақыт кетеді. Енді табамнан босатып аламын мен осылай. Міне, біздің чак-чагымыз дайын. Барлығы өте жақсы біріккен. Қазір кесіп көрсетейін. Өте жақсы біріккен. Өте оңай жасалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне, біздің чак-чактарымыз дайын. Қонаққа дастарханға қойсаңыздар да болады. Күнделікті шаймен ішкенге жасасаңыздар да болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Лайк қойыңыздар, тіркеліңіздер, пікір қалдырыңыздар. Баршаңызға рахмет.